Ассалаумағалейкум, тұтас қазақ елі. Мында айтып отырамыз ғой, мына жүгініп деп отыр еді ғой. Мына бірінші айтайын дегенімде, мына ана тіліміз Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі, ол бір тіл ғой негізі, ана тілі, оны бәрі біледі да, жақсы. Екіншіден, Құранды алып отырған себебім бағанағыдай, адам баласына сынақ бағанағыдай сыналмаса, жақында мен бір видео бөлек шығардым ғой, жағым түсіп кетті. Көрдіңіздер ме? Бүгін шамалы нормально. Түнімен Бақара сүресін тыңдадым да, мысалы да. Бірақ оққан бөлек. Ал мына Құраннан бастап жатқан себебім, жалғыз Алла ұлық қой. Ықылас сүресін оқыңыздар да. Енді екіншісі, мына әлеуметтік желіде келіп жатыр ғой. Кешегі қыз, көрер қыз жайлы да. Сол әңгімені айтуым үшін менің өмірбаяным. Қазір кеттім, мен далаға шығамын. Осы Құран жайлы айтып жатырмын, бірінші қазір айтамын ғой. Құран жайлы сосын айтамын. Тренировка, мынау намаз. Таң намазы өтіп кетсе де қайтып намаз сәждеде отыра беруге болады да. Түсініңіздер ме? Қазір нені айтайын? Біз неге кетіп жатыр мен? Велосипедпен жүрдім, күтуде жүрдім. Телефонның бір несі болады екен, телефон. Бұтқана бар бізде далада. Дала жарық емес. Қараңғы. Әлі қараңғы. Енді айтайын дегенім, қараңыздар. Мама бар үйде просто. Мама бар деген, мама ұспайды, етпейді. Айтайын дегенім, ағайынды қараңыздар. Мен 3 бала, 3 қызбыз. Айтады. Әкемнен бастайын. Әкемнің аты Алексей Садуақасов, байланыс қызметкері. Әкемді мен мақтамасам, кім мақтайды? Әкем жайлы энциклопедия, Қазақстан Республикасының Атырау қаласында энциклопедия бар, Қазақстанда. Соның ішінде бар. Сосын екінші рет Қазақстан Құрманғазы ауданының Өмірзақ Қажымғалиевтің кітабында тоже әкем жайлы барды. Енді ол әкем қалай дүниеге келді, мысалы. Әкем дүниеге келді, қаншама жұмыс жасады, мысалы да. Енді қараңыз, әкемнің дүниеге келгені. Енді 3 бала, 3 қыз туды ғой да, мысалы да. Ол 3 бала, 3 қыз туғанымен қандай жұмыс қызмет жасады, олар даже мына нені қарамаған. Күміс медал тиесілі ғой. Күміс медалға еліктемеген ғой. Жұмыс істей берген. Енді мына кешегі нені қараңыздар. Оған кім комментарий жазып жатыр? Оған комментарий жазып жатқан ана баласын алып көрер болып жүр ғой. Оған жазып жатқандар бағана Дарикорн, Баянсұлу, Сабина, Баянсұлу, Алагөзова, Баян. Олар емес, оны қарап отқан, олар емес. Оны қарап отқан, оған көздерін майын тауысып комментарий жазып отқан сіз, біз, мен сияқты аңқау қазақтар. Аңқау емес десеңдер, мысалы да, өзің ойлап қарашы, сенің әйелің, сен жұмысқа кеттің, баламен күн жанып тұрғанда, баламен көрерге кетіп жатыр. Мысалы да, оны айтпайын десем, ағайындар, мынау деген тіпті басқа сыймайтын нәрсе да. Кім Қазақстан мемлекеті, Атырау, Қазақстан әнұраны бар ғой, мысалы да. Үрмеген Әжімеден сөзін жазды ғой, Шәмшіқалды Аяқов та. Оны емес, мына ана тіліміз мемлекеттік тіл болсын деп бәріңізді айтпаймын, мен халық бәрін айтпаймын, бірақ соның ішіндегі мына Ернар ма, әрбір жерде Қазақстан Республикасының әнұранын тыңдатып жүр ғой. Мысалы Қазбек Исаны мен білем, тағы 4-5 адамдар білем, Абзал Құспан. Ондай адамдар айтты, бірақ ана тіліміз үшін мемлекеттік тіл болсын бәрі айтқан жоқ. Мен даже өз басым көк туды желбіреп бүйтіп тұрып айттым да. Сонда да болмайды екен өйтуге. Көк туды жамылып шаруа болмайды екен. Алып тастадым. Сол бағана адвокат, сондай адамдар маған айтқаннан кейін алып тастадым. Жақсы.
суға батты, су жоқ болды, тағы бағанағыдай жағдайлар болды мысалы да. Қаңтар оқиғасы айтпай ақ қояйық. Бірақ біршама елім, жерім, жер үшін шықты. Атырау қаласы білесіздер ғой. Макс Боқаев 50 теңге деп газ деп. Бәрі ол өтіп кетті да, енді мына история деген көбейіп жатыр да. Былай қарадым. Оны жазып отқан бағанағыдай, кілең бағанағыдай әңқа қожақ дейді ғой. Сондай да. Үкімет не істейді, үкімет бүйтпейді. Қазақтар, егер үкімет жайлы айтатын болсаңдар, үкіметті жамандайтын болсаңдар, ана шетелде жүргендер бар ғой, шетелде. Өтігіл мына бізде шетелде жүргендер елбасын жамандап, тіл тигізіп айтып жатыр ғой, соттау керек, бүйту керек деп. Соған қосылып жазылып жатыр. Оның бәрі, оған қосылып жатқандар бәрі ертең қарап отыр, тексеріп отыр оның бәрін. Тексермейді десеңіздер, неге десеңіздер, қараңыздар сіз, қараптан қарап мына жерден бұқтаңызшы, балағаттаңызшы. Сізді бұғаттап тастайды да. TikTok, Қытай. Ал қараңыздар. Сол сияқты менің мына тема тек қана мына баланы алып бүйтіп жүр ғой да, мысалы. Лучше маған қараңыздаршы. Менің инициалымды мен жазып алыңыздаршы, Колелек Сейіш деп, маған көмектесіңіздерші, мысалы да. Мен емес, тек қана алтын құрсақ, алтын медаль алмай жүрген, күміс медаль алмай жүрген адамдар көп. Олар неге білесіздер ма? Мен жаңа басын айтпай қалғам. Күміс медаль алмаған себебі бұлар қызыққан жоқ мамаларда. Енді пенсияға шықты, пенсияға шыққаннан кейін бұлар жоқ қой, простой ғой, мамамда, папамда үндемейді. Папам да пенсияға шықты, бағана ауырып қалып. Анам деген 6 бала суғасын ерте шығарып жіберді пенсияға. Жап-жастай пенсияға шықты. Ал бірақ олар істеп жүрген жоқ қой, жұмыс істеген жоқ қой олар деген. Ол қазір мына мен Батырбек деген ағамды танимын. Мен ол охранадан 63-ге толғанда шығарып жіберді. Тағы жеңешем бар, бір жеңешем жұмыста жүрді, сразу шығарып жіберді 63-ге толғаннан кейін. Көрдіңіздер ма? 63-ге толды ма, шығыңыздар зейнеттен. Қашанға жүресіздер? Ал менің анамда, әкемде сөйтіп шыққан, бірақ күміс медаль жоқ менің әкемде. Тілеуғалиева Рима, Рая деп айтып кеттік. Бірақ Тілеуғалиева Римада 3 бала, 3 қыздың әкесі 6 медаль жоқ. Неге 6 медаль жоқ дейсіздер ғой? Мұса Хайрулиев, Абдрахман мырза мені бәрі шақырды, Абат Жанғалиев бәрі шақырды әкімдер. Бірақ Назарбаев бір не шығарған, соны алуын сұраймын мен. Тоқаев мырзадан осыны таратсаңыздар, таратпасаңыздар, өздеріңіздер осы видеоны салып алыңыздаршы. Неге десең, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтан мен сұраймын. Заңны күшін алып тастау керек. Мына заңды егер 6 баланың біреуі өліп қалатын болса, кәмелет жасқа толып та, кәмелет жасқа толмай да өліп қалатын болса, оған 6 медаль, күміс медаль бермейді. Егер 6 медаль болса, 9 бала болса, мысалы, біреу өліп қалса, 6 медаль бермейді. Сондай заң шығарып қойған. Менің 6 бала өсіп, үлкен балиғат жастан кейін мезгілсіз қайтыс болды, менің ағам, Сәрсенбай деген ағам. Содан кейін күміс медаль алып тастады. Мен осы видеоны миллион просмотр болмаса да, қайта Тоқаев мырзаны белгілеп кетулеріңізді сұраймын. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Вайф десеңіздер, Тоқаевтың инициалы шығады. Мен өзім жазып жатырмын, өзім жіберемін, 20 рет, 30 рет салам. Бірақ осы менің тек қана мен өзімді айтып тұрғанмен 3 бала, 3 қыздың анасы. Бірақ мына сіздердің де сондай случай бар сияқты. Неге десең, жақында бір апаммен сөйлескем, 6 медальды егер екен, бірақ 6 медаль бермеген. Балдар өліп қалған. Менің де ағам өліп қалды, бірақ күміс медаль берген жоқ. Көрдіңіз бе? Көрдіңіздер ма? Таңертең тренировкаға шыққам, бір жағынан. Көрдіңіз ба? Осындай тренировка бар бізде. Міне. Ал осыны мен қолдан жасадым ал. Олдан сатып алсаңдар қаншама ақша кетеді. Міне көкжалауым тұр. Көкжалауым тұр міне. Отқана көп достар. Спорт денсаулық кепілі ағайындар. Бірінші бағана құмтақта бала жүр ғой бүйтіп. Соны қарай бергенше лучше өздерінің ата-аналарыңды ойлаңыздар. Лучше бірінші өздеріңізді ойлаңдаршы. Өздеріңізді ойла деген себебім, жаңа Құран кітапты алдым ғой. Мен ауырып жүрген, қараңыздар міне.
Әлі барған жоқпын. Сіздер емге барсаңыздар, Фатиха, ықылас, нас, фаляқты оқып жатырмын. Көп бағанағыдай мешітке барыңыздаршы, бір ауырып қалып едім, бірдеместен сізге дұға тілеңізші дейді. Фатиха неге оқымайсың дейді де. Бақара неге тыңдамайсың деп айтады. Соған мен анда да мен 2 тізем ауырдым, 2 тізем. Сонда да мен емге барған жоқпын. Білесіздер ғой. Қазір міне бүйтіп жатырмын. Жүрмін әйтеуір, Құдайға шүкір. Бірақ емделгенде дұрыс. Бірақ емделудің алдына пышаққа сойылудың арында пышаққа дейін сіз деген бағанағыдай Құранға түскеніңіз жақсы. Құранға түскен дегенде қалай? Басыңызды сәждеге тигізсеңіз болды. Түсіндіңіз ба? Айтайын деген сол бір Құранның бір Алланың бір күштісін. Екіншіден бағана ана бала көтеріп жүр. Бәрі соған жазып жатсыздар ғой да. Бірақ өздерің әке шешеңізді ойлаңыздар. Ал менің анам бар ғой, анам барда күміс медаль алса екен деймін да. Бәріне жазып жатырмын. Не қиын ба сіздерге соны тарату? Күміс медаль неге алмайды? Менің мамам, сіздің мамаңыз неге алтын медаль алмайды? Бір баласы өліп қалды деп алтын медаль алмайды. Көрдіңіздер ма? Болып түссе еліміз аман жұртымыз аман болайық. Таратып жіберейік.